Мен Абдуллаева Малика Зареп қызы. Үлкен Ақсу ауылындағы Тісі Жұлдыз балабақшасының педагог-психологымын. Осы салада қызмет етіп келе жатқаныма 3 жыл болды. Мен Алматы қаласындағы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің түлегімін. Менің өмірлік ұстанымым әрдайым позитивті көзқараста болу, қателікке мойымау. Өмірде қателеспейтін адам болмайды. Ештеңе істемеген адам ғана қателеспейді. Қателікпен адам шыңдалады. Менің педагогикалық мақсатым психологиялық сүйемелдеу арқылы балабақшада жағымды климат қалыптастыру. Әр балаға өз орнын табуға, ең бастысы әрбір баланың өзін бақытты бала сезінуіне көмектесу. Күнделікті жұмыста психологтың этикалық кодексіне сүйене жұмыс атқарамын. Қауіп келтірме, өз біліміңді дұрыс қолдана біл. Бағалама, жағымсыз бағалауды дауыстап айтпа. Адамды сол қалпында қабылдай біл. Кәсіби құпияны сақтау. Балалар мен педагогтар, ата-аналар ақпараттарды жариялауға қатаң тыйым салынады. Психологиядағы негізгі бағыттарды іске асырамын. Психологиялық диагностика, психологиялық профилактика, психологиялық түзету және дамыту, психологиялық кеңес, психологиялық білім көтеру. Армансыз адам қанатсыз құсқа тең дегендей, армандау, мақсат қою, әрекетке көшу арқылы биік шыңдарға бағындыруға, жетістіктерге жетуге болады. Біліктілікті арттыру табысқа жетелейтін жол деп санаймын. Өйткені біз қызмет атқаруда жоғары талаптар қойылатын қоғамда өмір сүрудеміз. Пандемияға байланысты қашықтықта болу бәрімізге қиын соққы болғаны белгілі. Қашықтықта болуға байланысты интернет жүйесі, WhatsApp, Instagram, Zoom арқылы педагогтар мен ата-аналарға психологиялық қызмет көрсетілуде. Әр баланың ішкі дүниесі біз үшін өте маңызды. Балаға деген сүйіспеншілік мамандықтан басталады. Мамандығым мақтанышым. Назарларыңызға рахмет.